Сәлем достар, қазір мен сіздерге начинкамен дайындалатын ерекше сосиска в тестенің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Менің YouTube арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қамыр илеу үшін 200 мл суымызға сүтімізді қосып, тұзымызды, қантымызды, сұйық майымызды, бір жұмыртқамызды және де ашытқымызды қосып, қамыр илеуге кірісеміз. Қамыр илеу үшін бізге 500-600 грамм ұн қажет. Қамырымызды осылай илеп алып, бетіне май жағамызды 30 минутқа дейін ашығанша қойып қоямыз. Енді біз начинкасын дайындауға кірісеміз. Начинкасын дайындау үшін бізге хокканттың сливочный сыры қажет. Пиязды әдемілеп, көк пиязды турап аламыз. Үстіне 10 мл сүт қосып, мінекей осындай начинка дайындап қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге осылай дөңгелетіп бөліп алатын боламыз. Барлығын бөліп дайындап болғаннан кейін ұзынша етіп жаямыз. Ортасына начинкасын қосып, сосискамызды салып, дәл видеодағындай түйеміз. Барлығын дайындап алғаннан кейін бетіне жұмыртқасына жағып, видеода көрсетілгендей пышақпен барлық жерінен тіліп шығатын боламыз. Мінекей осылай. Одан кейін бетіне жұқалап, үкішен өткізілген сырымызды себеміз. Солай 180 градуста 30 минутқа пешімізге салып аламыз. Мінекей қызыл болып пісіп шықты біздің сосиска в тестеміз. Бетіне мен томатный соус жасадым. Сіздер қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Оны өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасайсыздар. Мінекей біздің жұп-жұмсақ, ішінде начинкасы бар, бетінде соусы себілген ерекше сосиска тестеміз шықты. Міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жұп-жұмсақ болады. Бұның қамырымен сіздерге айта кетейін, нан пісірсеңіздер де болады. Бұл қамыр барлығына үйлесе кететін нағыз таптырмас рецепт деп айтса болады. Мінекей ортасын бөлгенде осындай болып тұрады. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.